Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері. Біз өткен сабақта сын есімдердің тұлғасына қарай негізгі және туынды болып бөлінетіндігін өткен болатынбыз. Бүгінгі сабақта біз сын есімдер құрамына қарай дара және күрделі болып бөлінетіндігін білетін боламыз. Сын есімдер құрамына қарай екіге бөлінеді. Олар бізде дара сын есімдер және күрделі сын есімдер болып екіге бөлінеді. Бір түбірден негізгі туынды тұратын сын есімнің түрі дара сын есім деп аталады. Мысалы, жасыл, жолбарыстай, әдемі, көтеріңкі, тағы басқа. Кем дегенде екі түбірден жасалған сын есімнің түрі бізде күрделі сын есім деп аталады. Мысалы, ұзын бойлы, ақ құба, қызылды, жасылды деген сияқты екі түбірден жасалған сын есім күрделі сын есім деп аталады. Келесі сабақта кездескенше біздің YouTube арнаға жазылып, алда болатын сабақтарды жіберіп алмаңыздар. Арнаға жазылып қойыңыздар.